I can say what I wanna say, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сендерге бүгін 50 қазақ батыры мен Иран командасының ортасындағы соғыстарын қойып бермекшімін. Осы ролик арқылы ол командалардың составтарымен танысып өтіңіздер. Біздің команда бұл войнада 88-де 83 қылып жеңді. Содан 1-2 үзінді, өзімнің бір атакамды и өзіміздің командамызда ойнайтын жігіттердің атакаларын сіздердің назарларыңызға ұсынам. Бұл бізде киллер 13-ші орында тұрған 50 қазақ батырының батыры. 15-ші өзіміздің қарсыластың 15-ші орында тұрған Амир Хусейн дегенге атака жасап жатыр. Ол өзімен бірге 3 гонча шарлармен атака жасайды. Сол атакада 3 жұлдыз алады. Ары қарай басқа атакаларды көреміз. Толықтай 30 адамды көрсетпесем де сіздерге ең маңызды атакаларды қойып беремін. 6-шы орында тұрған Иран командасының атакасынан бастап төмен қарай 1-ші орында тұрғанға дейін бәрінің атакаларын көресіздер алдағы уақытта. Осылайша киллер 3 жұлдыз алды. Ары қарай біздің атакаларымыз жалғасады. Ақырына дейін көрулеріңізді сұраймын. Алда өте қызықты атакаларды көресіздер. Бұл жерде 5-ші орында тұрған Дәурен есімді жігітіміз Иран командасының 7-ші орындағысына жер бойынша гиганттармен, мактармен и өзімен бірге кабан алыпты. И королеваны целительмен естеп, жақсы атака жасайды болды. Осылайша олды 3 жұлдыз алып тастайды қарсыластан. Ары қарата сіздерге Ерке деген жігіттеріміздің, Нұркен деген жігіттеріміздің атакалары шығады алдарыңызда. Қайсар барлықтары 3 жұлдыз алып мықты ойын болды негізінде. Осы видеоны дайындауға өте аса көмектесті жігіттердің бәрі. 3 жұлдыз алып, осылайша 3 жұлдыз алды Дәурен қарсыластан. Ары қарай да көреміз мықты атакаларды. Біз тотал жасадық, бірақ уақыт жетпей қалды деп ойлаймын. Бір атакаға барлықтарын 3 жұлдызға алу мүмкіндігі болды. Иран командасы бұлай мықты қарсылас болып көрінгенімен, олар драконмен жасайды екен атакаларын. Біздікілер в основном атакалары шармен, воздухпен и жермен 3-4 жігіттер жасайды өздері. Осылай Ерке мықты жасап жатыр. Гиганттармен Клан Кастлға өзімен бірге баулер алып алыпты.
Боулермен атаканы үйренген дұрыс жігіттер. Клан Кастлды шығарасын, бәрі оңай сияқты. Бұғанда кабандармен көріп жатқаныңыздай бәрі красиво жасады. Маған ұнады осы атака, еркеннің атакасы. Жасап үйренем ба деп жүрмін осы күндері. Жуырда үйренем. Геройларым пока мен кішкентай болып тұр үйрендері. Осылайша еркеді өзінің қарсыласынан 3 жұлдыз алып тастады. Ары қарай көретін атакаларымыз біздің Ержан деген жігітіміз, Амир Махди деген қарсыластың базасын 3 жұлдызға алып тастайды. Жігіттер мықты атака жасап жатыр негізінде. Осылай атакаларын өркендей берсін ары қарай. Кланымыз жеңе берсін. Өйткені қазақтың атағын шығаратын кландар ғой бұл. Осылайша шармен 3 жұлдыз алып тастады кланнан, қарсыластан. Атакасы мықты бұл жігіттің. Бір-екі жігіттер араласа алмады бұл кланның осы клановый войнаға. Олардың да мықты атакаларын алдағы уақытта өздеріңіздің бейнероликтеріңізден көресіздер. Каналға жазылып отырыңыздар. Әр апта сайын сіздерге жаңа видеолар шығарып отырам деп уәде беремін. Осылай мықты атакаларын көресіздер. Өздеріңіздің мықты деп санайтын болсаңыздар, біздің кланымызға келіңіздер. Геройларың 20-дан төмен болмасын. 3 жұлдыз алам десеңіздер, біздің кланмен бәрін естесеңіздер болады. Мистер Аят Хамвар дегенге атака жасап жатыр. 3-ші орындағы қарсыластың 3-ші орындағы тұрған ойынына біздің Аят мықты ойнап қойып бұлда. Клановый войнада жоғары жақ мықты болса жеңесіздер. Барлық клановый войнада. Ары қарай көре жатарсыздар. Мен сіздерге мықты атакаларды қойып берем деген ойдамын. Қазір біздің Қайсар деген жігітіміз атакасы мықты шықты негізінде. Бәрі ойдағыдай болды, бірақ уақыт жетпей қалды. Сол уақытпен не істеп, кішкене 1 жұлдыз алып қалды бұл осы атакада. Басқа атакалардың бәрі дұрыс болды ол жігітте осы уақытқа дейін. Бұны не дейміз? Кішкене уақыттан құтылдық. Осылайша Қайсарда ұпай алуға шанс болған. Осы жерде может қателік жіберді ма? Көпте уақыт ұстап қалды королеваны. Королева до конца тірі қалады ғой деймін осы. Осы жерде корольді жоғары жақтан тастамай, королеваның жанынан жібергенде дұрыс болар ма еді? Корольді тірі болғанда уақытта барлық нәрселер өзіне жетеді ме еді деп ойлаймын. Морозко лақтырды.
барлығы дұрыс болған сияқты. Осы кезде де бір мороз лақтырады. Осылайша уақыт жетпей қалды атакаға. Ең күткен атакамыз біздің осы Нұркеннің жасаған атакасы. Қарсыластың бірінші орында тұрғанынан 3 шопай алып тастайды Нұркен. Воздухпен. Былай айтқанда фуловый десяткіде жекте болады екен бұны. Осылай клан кастылды шығарып алып, атака жасау бастады. Бұл жігітте де шармен полный. Воздухпен жасайды атакасын. Құдай қаласа жігіттеріміздің бәрі воздухпен де жермен де жасайтын бұл. Скоро бір мықты клан болып шығамыз. Осы кезге дейін де мықты болдық. Ары қарай да мықты боламыз. Шарт жіберді жоғарыдан. Аса маңызды жері. Барлығы бір сәтте өтіп кетті. Көптен күткен атака болатын бұл. Шарлардың көбі тірі қалды. Одан гончаның бәрі жарылды. Оның бәрі көмек қой, жігіттер. Осылайша қарсыластың бірінші номердегі ойыннан 3 шопай алып алды. Уақытымыз шектеулі болғандықтан барлық атакаларды сіздерге көрсете алмадым. Біздің кланның 3 жыл алған жігіттерімен танысып өтіңіздер. Есімдерін көрсетіп өтем бәрінің, кланымыздағы жігіттердің. Осылай біз 88-де 83 есебімен жеңдік Иран командасының кланын. Иран командасы да мықты ойнады, олар да воздухпен жасайды екен атакаларын. Бірағында біздің уақытымыз шектеулі. Сондықтан мен бірнеше атакаларды сіздерге көрсеттім. Осылай бейне ролигіміз ары қарай шығады деп ойлаймын. Сіздерден осы Қазақстан каналына жазылып отырыңызды, тіркеліп отырыңызды сұраймын. Және де видеоға лайк басып кетіңіздер, жігіттер. Көріскенше.